Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен оңдаған Ақмарал Амантаевна, Ақшағалы бөбекжайының тәрбиешісімін. Саналы өскелең ұрпақ тәрбиелеу әрбір тәрбиешінің міндеті. Баланың ой-өрісін дамытуға, олардың қиялына қанат бітіріп, тіл байлықтарының молаюына балабақша тәрбиешілерінің сіңірген еңбегі орасан зор. Бала тәрбиесін отбасынан бастау алды десек те, ғылымға негізделген әдіс тәсілмен беретін тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Ізгілікті әсер етіп, мағынасы өшпейтін із қалдырады. Ертегілер арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту, шығармашылық жұмысына сай, жобамда балалардың сөздік қорын дамыту үшін 3D кітапшасын ұсынамын. Яғни ертегі балаға жеткізудің түрлі тәсілдері бар десек те болады. Күнделікті сөздік жұмыс, яғни дұрыс тарту жаттығу, бой сергіту, сурет бойынша әңгімелеу, яғни қасық театры, үстел үсті театры арқылы, қимыл іс-әрекеттермен, саусақ театры арқылы көргендерін әңгімелеп беру, слайд арқылы дауыс ырғағын келтіру, атрибуттар сомдау арқылы, сахналау арқылы 3D кітапшасын пайдалана отырып, кейіпкерлерді көре отырып, сөйлемдерді құрастырып айту, қазіргі заманға сай түрлі технологиялар арқылы 3D кітапшасы балалардың назарын аудартып, ертегіге балалардың қызығушылығын арттырады. Ондағы суреттер қанық, яғни 3D кітапшасында және суреттер бетінде жабысып тұрмайды. Адам денесінде белгілі бір бейне көріністе алады. Ертегі желісі бойынша кітаптың екінші бетшесін ашқанда ертегі жалғасын көре алады. Яғни 3D кітапшасы үлкен көлемде жасақтап, тобындағы барлық бала өз қалауынша алыстықтан көре алады және балабақшадағы әріптестеріне осы 3D кітапшасын пайдалануға кеңес беремін.